Сәлем, құрметті достар. Бүгінгі видеода менің құрметті оқырманымның сұранысы бойынша гайморит туралы айтамын. Гайморитті қалай емдейміз және қандай қоспамен қалай дайындаймыз тәсілін, сол туралы айтамын. Видеоны соңына дейін қараңдар достар. Лайк және каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Ал кеттік достар. Бірінші біраз қасық сода аласыз. Екінші өсімдік майы біраз қасық. Үшінші бал, біраз қасық бал аласыз. Үшеуін араластырып мақта таяқшасымен мұрынға саласыз. Бірінші оң жаққа 10 минут, сол жаққа тағы 10 минут жатасыз. Көпшік саласыз, сіз көпшікке бірінші орамал саласыз жатар алдында. Өйткені ол деген ақ кетуі мүмкін, яғни ірің ағуы мүмкін сіздің мұрныңыздан. Осылай тампонмен алып, бірінші оң жақ или сол жақ, өзіңіз білесіз. Бір жақ қырымен жатасыз. Бір жақ қырымен жатқанда, оң жақ қырымен жатсаңыз, сол жақ мұрын тесігіне саласыз. Сол жақ қырымен жатсаңыз, оң жақ мұрын тесігіне саласыз. Бұл қоспаны бірінші рет пайдалана бастаған кезде нәтижесі бірден біліне бастайды екен. Мұрныңыз жеңілдеп, өзіңізді жақсы сезіне бастайсыз. Бұны міндетті түрде дайындап және нәтижесін комментария жазып кетіңдер. Гайморитпен ауырмаңыздар достар. Барлығы жақсы болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, аман болыңдар. Тағы да қандай видео шығарайын комментария жазып кетіңдер. Және тіркелуді ұмытпаңдар. Сау бол достым.